Саламатсыздар, құрметті достарым. Бүгін гречка спагетти етіміз соя соусында пісірілген. Пиязымыз бен сәбізімізді турап, майда қуырамыз табада. Майда қуырып, етіміз дайын, етіміз піскен, пісіріп алдық. Содан кейін бұған 4 ас қасықтай соевый соусты қидық, араластырдық. Етіміз оны тартып алды, соевый соусты өзіне. Оны қойып қойдық. Пиязымыз бен сәбізімізді араластырып араластырамыз. Уже аздап дайын болған кезде, қатты езілмейтіндей, осы кезде біз етімізді қосамыз. Етімізді қосып араластырамыз жақсылап. Мына етті пісірген және де пияз сәбіздер тураған көрсетпеді демеңіздер. Видеом жазылмай қапты, бірақ өзім шештім, сала берейін деп. Мінеки қуырамыз, өйткені оны соясы шығады еттегі. Және міне болгар бұрышын турап осыған қосамыз. Айтып атқандай, бұған мен чеснок қосқан жоқпын. Сәбіз, пияз, болгар бұрышы және етіміз алдын ала пісіріп алып, соевый соусты қосып, етке піскен етімізге оны араластырып біраз қойып қойдық. Бір 10-15 минутке қойып қойдық, соевый соусты қосып. Сонымен мінеки бәрін кезектеп қуырып, енді осыны араластырамыз жақсылап тұрып. Тұзын байқап саласыздар, өйткені соевый соуста өзінің тұзы бар. Мінеки уже жақсылап қуырылғаннан кейін 150-200 граммдай су құямыз. Көп құймаймыз, өйткені соус қатты көп болмайды. Гарнирымызға енді гречка спагеттиін салатын болдық. Өте дәмді, өзімізге ұнайды, өте дәмді спагетти бұл. Пшеничный емес, именно гречневый спагетти өте дәмді шығады. Тез піседі, бұл өте тез піседі. Қайнаған суға, тұздалған суға аздап 2 ас қасықтай сұйық май құйдық. Осыған мінеки спагеттиміз салып қайнаттық. Оған дейін, қайнағанша дейін етіміз пісе береді. Мінеки етіміз қайнап пісіп жатыр. Мінеки суы аздап ақырындап қайнап жатыр. Бұқтырып жатырмыз бұны. Мінеки спагеттиміз осылай дайын болды. Бұны жуып салқын суға дайындадық. Енді тарелкамызға осылай саламыз. Ас болсын бәріңізге. Каналымызға жазылуға ұмытпаңыздар, қолдаңыздар. Қазақша контентті қолдайық.